Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кішкентай сумка тоқып үйренетін боламыз жазға арналған. Ол үшін осындай төртбұрыш тоқып аламыз алдымен. Осындай төртбұрыштарды 13 штугін тоқып, сумка тоқитын боламыз. Мен бүгін макраме жібінен тоқимын. Мындай. Және маған 3 деген крючок қажет болады. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен кольцо амигуруми жасаймыз. Бір петля іліп аламыз. Енді осы шеңбердің ішіне столбик с накидом тоқитын боламыз. Екі петля көтерілеміз. Мінекей 3 столбик с накидом тоқыдық. Бір петля воздушный. Енді тағы да осындай үшеуін тоқимыз. Әрбір үшеуін тоқып болғаннан кейін, мына үшеу бір топ, мына үшеу бір топ. Содан кейін бір воздушный жасап отырамыз. Мінекей тоқып шықтық. 12 столбик с накидом болып шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді мына жіпті тартамыз. Қатты тартамыз. Бір воздушный жасап, мына столбик бағана жасадық, воздушный, сол жерге екеуін біріктіреміз, соединительный столбик жасаймыз. Мінекей бірінші қатарды тоқып болдық. Мына жіпті мен қосып бірге тоқып кетеміз. Енді келесі қатарға өту үшін тағы да 2 воздушный жасаймыз. Столбик с накидом тоқитын боламыз. Мына жіпті қосып тоқып кетеміз. Мына осы жерге қайтадан столбик с накидом тоқимыз. Тағы біреуін тоқимыз. Дәл осы жерге. Бір воздушный. Енді мына келесі тесікке тоқитын боламыз. Накид алдық. Жіпті шығардық. Екеуін бір орап, тағы біреуін. Бір столбик. Тура осы жерге тағы да екеуін тоқитын боламыз. Бір воздушный аламыз. Бізге мынандай төртбұрыштың формасын келтіру үшін мына жерге екеу тоқимыз. Осындай 3 столбик с накидымнан. Мына жерде сіздерге соңғы жағын көрсетейін. Воздушный аламыз. Накид жасап, мына жерге тоқитын боламыз. Ең соңғы жағында тесікке. Артына жіпті қосып тоқып кетеміз. Бір воздушный. Сосын бағана воздушный неқта көтерілдік қой, екеу сол жерге міне. Бұлай соединительный столбик жасаймыз. Міне төртбұрышымыз шықты. Енді келесі қатарды тоқу үшін тағы да воздушный көтерілеміз. Дәл осы жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный. Мына тесікке бір топтама тоқимыз. Осында 3 столбик с накидымнан тұратын. Бір воздушный. Мынау төртбұрыштың
бір бұрышы, 2, 3, 4 бұрышына әрқайсысына екеуден тоқылады осындай. 3 столбик с накидымнан. Мінекей қазір көрсетейін. Накид жасаймыз. Міне мынау тұр ғой. Бұрышына былай накид жасап, жіпті алып екеуінен бір, тағы біреу. Бір топтаманың біреуін тоқыдық. Воздушный аламыз. Тағы да осындай үшеуден дәл осы жерге тоқитын боламыз. Мінекей, мынандай болып шықты. Енді мына жерге 3 столбик с накидом тоқимыз. Воздушный петля алып отырамыз арасында. Тағы бір воздушный. Мына жерде де дәл осы жердегідей үшеуден тоқимыз мына жерге. 3 столбик с накидом бір тоқып, воздушный тағы да бір сондай топтаманы тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығуымыз керек. Мінекей тоқып шықтық. Енді келесі қатарды тоқимыз. Ол үшін тағы да воздушный аламыз. Крючокке жіпті іліп, дәл осы жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Бұл бір топтама болды. Бір воздушный. Енді мына келесі тесікке тоқимыз. 3 столбик с накидом тоқимыз бұл жерге. Бір воздушный аламыз. Енді мынағанда 3 столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный. Енді мына бұрышы бар ғой, мына жерге. Мында 2 топтама тоқимыз. 3 столбик с накидом. Бір воздушный, тағы да үшеуін тоқимыз. Воздушный алдым. Крючокке жіпті ілдім. Мына бұрышына жіпті шығарып, бір тоқып, тағы да бір тоқып. Тура осындай тағы да үшеуін тоқимыз. Бір воздушный. Үшеуін тоқып алдық қой. Тура осындай дәл осы жерге, осы тесікке тағы да тоқитын боламыз. Мінекей, қыры 4 бұрышымыздың бұрышта осындай 3 столбик с накидымнан екеуі тоқылады. Дәл осылай былайынан тоқып шығамыз. Мінекей, соңғы жағын сіздерге көрсетейін. Мына бұрышты шығару үшін бағана 3 столбик с накидым тоқыдық қой мынандай. Енді тура мына жерге 3 столбик с накидым тоқып, бұрышты аяқтаймыз. Ол үшін міне бір воздушный аламын. Енді накид жасап, мына жерге тоқимыз. Мына үшеуі мына жерде тесік тұр ғой міне. Осы жерге тоқылады. 3 столбик с накидым тоқимыз. Бір воздушный жасаймыз да, мына жерге соединительный петляменен екеуін біріктіреміз. Міне 4 бұрыш шықты. Мінекей, бұл соңғы қатарымыз болатын тоқыған. Енді мына 4 бұрыштың әдемі қылып аяқтау үшін және келесі 4 бұрыштарды біріктіру үшін де қажет болады. Столбик без накида тоқып шығамыз айналдыра, әрбір көзіне. Ол үшін бір воздушный аламыз. Міне
әр столбиктің басында мына петлялар тұр ғой, сол жерден столбик без накида тоқып шығамыз. Мынандай тесікте екеуін тоқитын боламыз. Біреу, екеу. Келесінде мына екеуі көрініп тұр, мынаған столбик без накида тоқимыз. Мынаған екеу тоқитын боламыз. Мына жерге екеу. Мынамен мынаның үстіне. Мына жерге екеу тоқимыз. Мына жерге. Бұрышына келгенде мынаның үстіне тоқимыз, мынаған тоқимыз. Столбик без накида тоқып жатырмыз. Міне төрт бұрыштың ұшы бар, бұрышы міне. Мына жердегі тесікке, бұл жерге екеу тоқимыз. Бұрыламыз. Мына жерге тоқылады. Мына жерге екеу тоқылады. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мына жерге екеу, мына жерге бір-біреуден тоқылады. Мына жерге екеу, мына жерге бір-біреуден тоқылады. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей айналдыра столбик без накида тоқып шықтық. Сіздерге соңғы жағын көрсетейін. Әр бұрышқа екеуден тоқып келдік қой. Мына жерде де төрт бұрыштың бұрышы тұр ғой. Сол жерге екеуін тоқимыз без накида. Біреу, екеу. Енді мына бұрышта әдемілеп аяқтау үшін осы жерден жіпті қиып аламыз. Мына жіпті шығарып, мына жердегі петляның астынан мына жіпті шығарып аламыз. Міне сөйтемізді, мына жерден жіпті кері қарай шығарып аламыз. Міне сонда мынандай болып, әдемі болып аяқталады. Міне енді мына жерде ұшын жіппен, спичкамен күйдіріп, мына жіптердің арасына жасырып қоямыз. Мінекей жаңа жіпті қиып, артына жасырып қойдым. Осындай әдемі төрт бұрыш шықты. Енді сумка тоқу үшін маған осындай төрт бұрыштан 13 керек болады. Осы көрсетілген схема бойынша әрбір төрт бұрышты бір-біріне біріктіретін боламыз. Тігеміз инеменен. Әрбір петляның астыңғы жағынан тоқимыз, тігеміз. Келесіден аламыз. Жағынан алсаңыздар, осындай әдемі болып бірігеді. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей бағанағы схема бойынша барлық төрт бұрыштарды біріктіріп алдым.
мынау арғы беті. Енді сумканы жинайтын боламыз. Мына осылай жинаймыз. Мына жағын, мына екі жағын тура осындай ине жіппенен мына екі жағын тігеміз. Мына жақтарын барлығын. Мына осындай сумка болып шығады бізде. Мінекей сумканы тоқып шықтым. Мынандай болып шықты. Енді сіздерге бауын қалай тоқитынын көрсететін боламын. Ол үшін бір петля жасап аламыз. Енді 3 воздушный көтерілеміз. 1, 2, 3. Енді мына екінші петлядан жұмыс жібін шығарып аламыз. Одан кейінгісінен де шығарып аламыз. Мына петляда 3 жіп. Енді осыны ұстап тұрамыз да. Крючоктан жіптерді шығарып алып, мына әр қайсысынан бір-бір петля шығарамыз. Біреу, екеу, үшеу. Тағы да ұстап тұрамыз. Біреуін шығарамыз. Екіншісін шығарамыз. Үшіншісін шығарамыз. Тағы да ұстап тұрамыз. Біреуін шығардық. Екіншісін, үшіншісін шығардық. Мына крючокта 3 жіп. Бүйтіп крючокты шығарып аламыз да, әр петлядан бір-бір көзден бүйтіп шығарамыз. Мына біреу, екеу, үшеу. Тағы да бүйтіп шығарамыз крючокты. Мынандай шнур болып, осы бізге керек ұзындықты тоқып аламыз. Мінекей мен осындай бау тоқып шықтым. Енді осыны сумкаға бекітетін боламыз. Мына жерден сумка тесіктен өткіземіз. Мына жерден өткіземіз. Екінші жағынан өткіземіз. Екі ұшын былай байлап. Мінекей жазға арналған сумкамызды тоқып шықтық. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.